Анам айтушы еді, қызым, абыройыңды Құдай алмасын, адамның алғаны түк емес деп. Құрметті қазақ елі, білесіздер, былтырғы жылы Рысбала Икрамбайға өзіміздің көзқарасымызды айтқанымыз үшін какой-то қаңғып жүрген уборщица менің уровенім емес, баласына еге бола алмай, байына еге бола алмай жүрген какой-то қаңғыбас уборщица не в моим уровень деген тұғын. Көп асқанға бір тосқан. Рысбала Икрамбай, менің абыройымды шашқың келіп еді, сенің абыройыңды Құдайдың өзі шашады. Сол кезде айтқанмын, өзіңе қатты көп алып атсын деп. Енді Рысбала Икрамбай халықтың қалтасынан жинаған ұрлығы мал мүлкін жасыру үшін заң алдында құйтырқы әрекеттерменен жазасын жеңілдету үшін күйеуімен ажырасу жолдарын іздеп жатыр. Бірақ Рысбала Икрамбайға айтып қояйын. Рысбала Икрамбай, ажырассаң да, қандай да бір құйтырқы әрекеттер жасасаң да, аманатқа қиянат жасаған адам көресіні көрмей, көрге кетпейді. Мен қазақтың жаңағы аталы сөзімен, тәлім тәрбиесімен кісінің ала жібін аттама деп, тентек болсаң да турасын айт деген бір тентек қызымын. Саған сыни көзқарас айтқанбыз, бірақ сен бірінші Құдайды ұмытып, өзіңнің әртүрлі құйтырқы әрекетіңмен жекеге өткен боласың. Енді мен күліп отырған жоқпын. Әрине, ажырасу оңай емес, әрине балаларыңның ауру екенін көрсеттің, ол да оңай емес, ана ретінде түсініп отырмын. Бірақ ұмытпаңыздар, көп асасаңдар, бір тосасыңдар. Халықтың аманатына қиянат жасаған адам көресіні көрмей, көрге кетпейді. Ол ақиқат. Халықтың қаһары деген, халықтың наласы деген сендерге көресіні көрсетпей, көрге жібермейді. Ұмытпаңдар. Сәттілік. Рысбаланың іс-әрекетін қайтадан көтеріп жатыр екен. 2 күннен бері бақылап жатырмын. Ол түбінде халықтың алдына шығады. Біздің ақ көңіл дархан жаңағы пейілі бар халқымыздың қалтасынан қаражат жинап бала баққан мүгедектер көресіні көрмей, көрге кетпейсіңдер.